Қайырлы күн достар, бүгін сосиски в тесте рецептісінің ең күштісімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін жылы сүтке қант және тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Дрожжи қосып, тағы да араластырамыз. Сұйық майымызды қосамыз, кейін біртіндеп ұнымызды қоса отырып, жұмсақ тесто илейтін боламыз. Көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Менде шамамен 1 сағаттай тұрды, осындай болып күшті болып көтерді. Енді қолымызға сұйық май жағып алып, ешқандай ұн керек емес. Тестамызды жайып, осылай бөліктерге бөлеміз. Видеода көрсетілгендей сосискаға осылай орап шығамыз. Мінекей дайын болды, осындай болып шығады. Енді әсемдік үшін бетіне жұмыртқамызды жағып, күнжіт немесе өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. 80 градусқа 30-35 минутқа духовкаға жібереміз. Мінекей осындай өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін, астарыңыз дәмді болсын.